Сонша күттіргеніңе, тағы сәл күткеніне өзіме Хатико деп ат қоятын едім. Ой, жылай бермеш. Өзім мынау етікті әрең кидім. Ой, жүр кет. Ей, тұра тұр, сумкаң қайда? Газ, күте тұр. Газ шығам. Жарымес, таза Хатико болма. Емес, тұрста күтем. Мағыл. Аңсар, балам, қалай жаңа мектепке үйрендің бе? Я үйрендім, бірақ сыныптастарым бір түрлі. Неге? Саған тиісті ме? Ұрды ма, ақша сұрады ма? Жоқ, ештеңе істеген жоқ. Жай өздері мүлде тапсырма орындамайды. Тапсырма орындап сабақ айтқанда, білші шанышпан деп мазақтайды. Ал сен оған мән берме. Жаман балдар өзі сөйтеді. Сен енді жаңадан келген бала болғасын жатырқап жүрген шығар. Әлі-ақ айырылмастай дос болып кетесіңдер. Менің бір досым бар, бірақ оны да мазақтайды. Аты Шөми, қаншалықты кіші көп болса да ешкімге тиіспейді. Мама, білесіз ба? Сол Шөми мектепке 2 жыл кешіп келген ең үлкен бала. Енді бір себептермен кешігіп барған шығар, онда тұрған ештеңе жоқ. Тек сен оны мазақтама балам, жарай ма? Иә. Айтпақшы балам, ана ауладағылардың бәрі біздің көршілеріміз. Сен бәрімен амандасып жүр. Үлкендерге көмек керек болса, көмек бер. Жарай ма? Жарайды, бірақ ол орыс болса ше. Көмектесу үшін де адам ұлт таңдайды ма екен? Қолынан келсе көмегіңді аяма. Жақсылық жақсылықпен, жамандық жамандықпен қайтады. Түсіндің бе? Боталық кебірді үй тапсырмасын жасадың ба? Иә, кеше әрең дегенде шығардым. Вау, супер, ал мен шығара алмадым. Сыныпқа барған соң көшіріп алайыншы, пожалуйста. Білесің ғой, Ақжарқын апай обязательно үй тапсырмасын сұрайды. Жарайды, берейін. Я енді мұғалім міндеті сол ғой. Оқушыдан үй тапсырмасын сұрайды, білім береді. Я білем құсы да еші ауырып та қалмайды ғой. Ақжарқын апай бір рет болсын сабақтан қалмайды екен. Математика апайлар ауырмайды. Я тек ұрса береді. Өткенде анау Аңсар есеп шығарып қалып еді, мақтап кетті ғой. Ал біз есеп шығарсақ мақтамайды да ғой. Мұғалімді тыңдау керек, сол кезде ұрыспайды. Қойшы, тыңдағым да келмейді. Өткенде бір есеп шығара алмай қалсақ, ертең өмірлерің қандай болады дейді. Біздің өміріміз есеппен тоқтап қалмаған шығар. Құрбым шындайсың, сен есеп шығарған есінде жоқ. Той кет шығар, ренжітіп. Алтындайым дана, ренжімеші. Әзіл ғой. Жақсы болды ғой, әлі ешкім келмепті. Сағат әлі 12:30, сабақ 2-де басталады ғой. Болай ерте кім келеді деп ойлайсың? Қоймай жүрде жүр деп алып келдің ғой. Біз келеміз бауырым. Үйде жатқаннан не пайда дейсің? Маған ойнаймыз ба? Тағы шашқа келдің ба? Осыны ойнау үшін ерте келеміз ба? Үйде рахаттанып жатыр едім ғой. НТК-дан мощный кино көрсетіп жатыр еді. Кино не қыласың? Одан миың дамымайды. Алма дойбы ойнасаң, зерек болсын. Әрі шешімді тез қабылдайтын болсын. Ой, бұл дойбыны ойлап тапқанын құсап айттың ғой. Мақұл, басқа істейтін еш нәрсе жоқ. Аш, мен қайратас болым. Жарайды. Жотам қайттың ба не? Сабаққа бару керек. Шеше бір спарринг көректі. Жоқ, соңғы кездер қаттапай ұрысып жүр. Не бокс таста, немесе мен сені мектептен шығартам деп. Не үшін? Сабақ үлгерімің нашар дейді. Бокс таста енді. Жоқ, Құдай сақтасын, просто апайдың ашуы басылғанша.
сабаққа көңіл бөлу керек болып тұр. Сөз түсінікті. Бақыт ал енді. Давай. Бір сумканы ашқанда жарты сағат жоқ болғаның не? Ой, жана НТК-да мощный кино көрсетіп жатыр. Соны көріп қалдым. Сен кішкене өзіңді ақымақпын деп есептемейсің ба? Ой, безавид, брат, таза қиялы екенсің. Сыртта бір күтіп тұрау деген ой келген жоқ па? Анау киноның қызық жері болып жатқан екен. Сені күтіп отырған мүлдем есінен шығып кетті. Тобас бере сумкасын жатқыресе мені ұмытады. Ой, өзінде күтіп отыра бермей шақырмайсың ба? Ой, сен үйіңе кіремде өткенде бәлеге қалған жоқпын ба? Қашан? Ай, балам-ай. Мына аяғым құрғыр жетпей қал. Мына жақын жерде әптек бар еді, маған бір дәрі әкеп беріңдерші барып. Балам өтініш. Ұзақы менсін жақын жерде барып келіңдерші. Сен бізге айтып жаттың ба? Иә, сен екеуің айтып отырма. Ой, Аташка, біздің қолымыз бос емес. Ергіп жүрген жоқпыз ғой. Сабаққа бара жатырмыз. Саған дәрі әкеп берем дегенше сабақ басталып кетеді. Сабаққа келсек апай құлақ сұрайды. Атаға дәрі әкеп береді десек сенбейді да ғой. Уже мың рет апаны жазалатқызды сылтау айтып қойғанбыз. Қай жерден қателестік, Неге осы қаланың кішкентай балдарына дейін осынша қатыгез болады? Енді қайтайын мен. Қашан ол айтса енді? Неге біздің үйімізге кіруге қорқып қалдың? Өткенсде іште күту түрінде кірмейін ба? Сол кезде әпкең. Ужас. Немене балшыққа батып келгенсің ба? Мына жердің бәрі лай қылып, бағана ғана жудым ғой мен. Ұялмайсың ба, не істеп жүрсің? Абикке келіп едің. Абикке келсең сыртта күт бар. Мына жердің бәрі лай қылып, лаяғымен кіріп келіпті ғой сегі. Мен жуан белім ауырып, бұлар болса лай қылып, шық бар сыртқа. Сауап саған. Мен бар енді лай аяқ киіммен үйімізге кіріп. Мен әпкем үй жинағанда ешкімді аямайды. Көрдік әпкеңді. Тоқташ. Анау доп па? Анаға алаң доп жатыр. Ешкім ойнатқан жоқ. Кетіп бүрек деп көрейік та. Сабаққа кешікпейміз ба? Ой, 5 минутқа жүрші кет. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум ассалам. Батыр бол, балам, батыр бол. Рахмет, ата. Бұл қай бала болды? Ат Маңсар, 4-ші подъезде тұрам. Жақында көшіп келдік. Менің атым Қали. Сыртта тазалар жұтып отырсыз ба, ата? Балам, мына бір аяғым ауырып, жеткен жерім осы болды. Көше алу, аптекке жете алмай қалдым. Сәл дем алып алайын, барам ғой, дәрі алуым керек. Мына ауладағылардың бәрі біздің көршілеріміз. Сен бәрімен амандасып жүр. Үлкендерге көмек керек болса, көмек бер. Ата, аптекадан қандай дәрі керек? Мен әкеп берейін. Сабағыңнан кеш қалмайсың ба, балам? Ештеңе етпейді. Кешікпеймін. Қандай дәрі әкеп берейін? Бәрекелді, шырағым. Дәрі мына қағазда жазылған. Мына жерден мынау ақшасы. Дәрінің аты мынада. Барып келе қой, балам. Бара қой, балам. Жарайды қазір. Рахмет. Жаңа ғана бәрін жамандап едім бірдей қалып. Құдайдың құдіретін, ай. Құдіретін күшті Алла. Бәрін теңдей жарты. Бөліп тастаған екесін. Тәубе. Тәубе, Құдайым, ай. Саламатсың ба? Шермон, сен директорға кіріп шық, жаңа сен сұрап жатқан. Жарай ма? Жарай. Дана, неге сыныпта көшіре салмадың? Той қойшы, сыныпта көшіре алмайсың. Енді көшірейін деп жатсаң, бәрі қабаттасып, бізде көшірейікші деп кетеді.
Енді оларда ұрыс естігісі келмейді да. Ұрыс естігісі келмесе, үйлерінде шығарып кесе болады ғой. Үйлерінде шығарып кесе болады ғой деймін. Әйтпесе мен үйлерімде шығарып келмесем, мен үйіме қонақтар келген, содан кейін шығара алмадым. Сен жаңа маған шығара алмадым дедің ғой. Негізі дұрыстап ойлансам шығара алатын едім. Үйде бала-шаға, у-шу шығара алмадым содан кейін. Солай ма? Иә, солай. Сен апайың сабақ оқымайды дейді ғой. Сабақ оқысы келмейді дейді. Оқығым келеді. Не кедергі айтшы? Ештен кедергі емес. Қате. Қате айтып тұрсың сен. Сабақ оқуға сен ғана бокстың кедергі. Дұрыс, спортпен шұғылданған дұрыс. Бірақ сабақ тастап қоймау керек қой. Бірге алып жүру керек. Неге тастайсың? Кешіріңіз ай. Өзің 7-ші сыныпта салпақтап жүрсің. Егер бұлай қайталанатын болса, тағы бір сыныпқа қаласың. Иә, түсіндім. Жақсы. Сол айналысып жатқан спортынан бір нәтиже бар ма өзі? Иә, бар ғой ағай. Қандай нәтиже? Біз неге көрмейміз оны? Жақында халықаралық үлкен жарысқа қатысамын. Иә? Иә. Сәттілік онда. Жақсы, бірақ анау сынып жетекшінен енді маған қайтып жалып түспейтін болсын. Сабағына қара. Болды. Жақсы, бара ғой. Боксер. Айналып кетейін. Ұзап кетті ғой, қарағым, не болып қалды? Ана аптекада жоқ екен, басқасына бардым. Бәрекелді, айналайын, сен сабақтан кешіп қалмайсың ба? Жоқ, үлгерем. Айналайын, рахмет, көп жаса балам, ей. Тақпай жүрмін ал. Ой, шатасып бұлай жүрейін дегем. Сен бірінші мынамен жүрдің, сонымен қалсын. Енді шатасып кеттің ғой? Шатастың ба, отастың ба, шаруам жоқ. Сонымен қалсын болды. Ештеңе қылмайды ғой, ойнай берейік. Ештеңе қылады, ойнамаймыз. Сен бірінші қой, содан кейін ойнаймыз. Қоймай? Қоясың. Қоймай? Қоясың. Тыныш. Отырыңдар. Сен екеуің тұр. Не болып жатыр мына жерде, а? Айдар бірінші бастады, дойбыны арам ойнама жатыр. Енді шатасып кеттің ғой? Не сендерге мектеп дойбы үшін төбелесетін жер ма, а? Қане тез-тез татуласыңдар. Кешір. Апай, мен басқа жаққа барып отырайыншы. Жинаңдар ана дойбыны. Қане, сабақты бастаймыз. Айым, тақтаны сүрте қойшы. Саламатсыз бабай, кешіріңіз, кіруге болады ма? Саламатсың ба, кір. Не үшін кешігіп жүрміз? Мен үй жақтағы атаға дәрі әкеп берген, аяғы ауырып жүре алмай отыр екен. Жарайды, отыр. Так, түгелдендік па енді, кім жоқ? Жоқ, Биба, мен Айбек жоқ. Кіруге бола ма?
Сәлеметсіңдер ме? Сау ба? Есі дұрыс адам бірінші амандасып кіреді, бар шығыңдар. Дұрыстап рұқсат сұрап кіріңдер, бар. Сәлеметсіз бе Ақжарқын Нұрлан қызы? Кешіресіз, кешіп қалыппыз. Кіруге болады ма екен? Ғафу өтінеміз. Кіріңдер. Тоқта. Сендерге отыруға рұқсат берген жоқпын. Я, сонымен не үшін кешігіп жүрміз? Біз бір жоқта бір атаға дәрекет бердік. Солай ма? Баяғы соты жүре алмай қалтырап отыр екен, жанымыз ашып кетті. Не дегенде үлкен адам. Ұятымыз қалмай, дәріге барып келдік. Ата рахмет айтып қалды. Не деген қамқоршы едіңдер? Қандай дәрі әкеп бердіңдер? Қандай еді? Біз 4-1-3 Гибралтар. Білдей бір қаланы дәрі қылып жібердіңдер ше? Біздің Аңсар да бүгін үлкен кісіге дәрі әкеп беріпті. Аңсар, сен қандай дәрі әкеп бердің? Промел әстегі майс. Көрдіңдер ма? Бар отырыңдар, енді кешікпеңдер. Сосын ешқашан өтірік айтушы болмаңдар. Ұқтыңдар ма? Жылдам отыр тез. Жалғастырамыз, үй тапсырмасына кім дайын? Так, үй тапсырмасы бойынша тек Аңсарға 5, бүкіліңе 3. Апай, бізше деп бұнға, апай, менше. Саған 3, Ботаға да 3. Екеуің бірде 2 қате жібергенсіңдер. Негізі 4-ке жазғансыңдар, бірақ көшіргендерің үшін 3. Әрмен қарай. Шермомын 2. Бота жаңа маған көшіруге берге тапсырмасын дұрыстап шығармайсың ба? Сенің кестерінен екеумізде 3 алдық. Маған не дейсің, мен қолымнан келген шығардым ғой, сен ғой көшірген. Сенің бұлай қате шығаратынды білсем, мен көшірмейтін дедім. Мен де сен осылай өзгеретінін білсем, көшірткізбейтін дедім. Көшірмеқ та қойдым. Анау жаңадан келген мыртық Аңсардай кешіп келді ғой, содан ақ көшіретін едім. Жаңа ғана апай соны мақтай береді деп жақтырмай жатқан едің ғой. Не айттым, сол жерде қалды. И вообще ол маған ұнамаса да, есеп көшіру үшін керек. Дана, осылай айтуға ұялмайсың ба? Сен сонда адамдармен тек пайда үшін дос боласың ба? Кіммен не үшін дос болатынды өзім білетін шығармын. Сау бол. Тоқта. Данышпан, неге біз айтасын сылтауды айтып қоясың? Бүкіл сынтынала пазар болды қосе оңбаған кесірінен. Мен үй жақтағы атаға шынымен дәрігіп бердім ғой. Жаңа ақшалға шынымен дәрігіп берген сияқты ғой. Сен үйтіп апай мақтағанда құтыра бермеген, таяқ жейсің. Үй тапсырмасын дайындап, бірден беріп отыратын боласың, ұқтың ба? Өздерің шығамайсыңдар ма? Біздің үй жұмысын істеп жүретін уақытымыз жоқ. Мына жұдырықты ескеген келмесе айтқанымыз дейсің, түсіндің ба? Жігіттер, жұдырық туралы әңгіме болып жатыр ба? Тыныштық па? Жай мектепте жұдыры мықты жігіттермен қоса айтып жатқанбыз. Түсінікті. Кеттік Аңсар, қайтасың ба? Кеттік. Мына Томар анамен дос болып апты ғой. Қай бір дос дейсің? Сабаққа көмектеседі деп дос болып жүрген да. Әдеттегідей істейміз да? Конечно. Шөми, дәу Томар, келес, ата. Шөми, олар сен мазақтап жатыр ғой. Мазақтай берсін. Сен ашуланбайсың ба? Ашуланғанда не пайда? Олар сөйтіп айтқанда мен ондай болып қалмаймын ғой. Бүгін қашқанмен ертең бәрібір ұсталды. Ұсталған кезде сазайын беріп алмайсың ба? Күшің екеуіне де жетеді ғой. Жоқ, күшім жетеді деп бостан-босқа төбелесу дұрыс емес. Өзіңнен әлсізге тиісу ездің ісі, өзіңнен әлсізге көмектесу ердің ісі. Молодец, күш сөз айттың ғой. Бұны маған жаттықтырушыға айтқан. Ол үнемі айтады, егер шын күшті болсаңдар, мектепте емес, көшеде емес, рингте дәлелдеңдер дейді. Дұрыс айтады. Қой, кеттік. Кеттік. Досым жаңағы үшін кешіріп, менікі дұрыс болмады. Сен де мені кешір, менікі де дұрыс болмады. Болмайтын жерден басталып кетті ғой. Соны айтам. Сен де 2 рет жүргенімді мойындап қайта салсаң болатын еді ғой. 2 рет жүргенде мен шатасып кеттім ғой. Шатастың ба, отастың ба, қызық емес қой. Заң бойынша 1 рет ақ жүре аласың ғой.
заң бойынша қарасақ, екеуміздің біраз жеріміз дұрыс емес. Сен де сол бір қателікке қарап қапсың да? Сонда қарамай аузым аңқиып отыру керек па? Аңқима, бірақ дұрыс емес та сенікі. Қалай дұрыс емес менікі? Дұрыс менікі. Дұрыс емес. Жап аузыңды. Дұрыс емес, не демекшісің? Аңсар, балам қалай? Мектепте қалай болды бүгін? Қызық болды ма? Бүгін күшті болды. Алгебрадан сынып бойынша менде ғана дұрыс болды. Апай сосын маған ең жоғары баға қойды. Жаным, ақылдым сол, жарайсың. Сосын мен мектепке баратқанда Қали атаға дәрі әкеп бердім. Аяғы ауырып жүре алмай отыр екен. Міне тамаша. Мұның керемет болған екен, балам. Үлкендерге көмектессең, үлкен сауапқа кенелесің, білесің ғой, иә? Иә. Мектепте ешкім тиіспеді ме? Жоқ, ешкім тиіспеді. Шөми екеуміз бірге қайттық. Ол халықаралық үлкен жарысқа дайындалып жүр. Солай ма? Жақсы екен. Жеңіс тілеймін. Айтпақшы, бағана папаң звондаған, видеомен звондады. Сені сұраған еді? Звондаңызшы. Сағынып кеттім ғой. Папаның келуіне 22 күн қалды, иә? Жаным сол. Күн санап жүрсің ба сағынып? Иә. Қазір, міне звондаймыз. Сәлем достар, бүгін мен құрбыммен ұрсып қалдым. Ол өзі кінәлі, бірақ мен ол туралы айтқым келіп тұрған жоқ. Айтайын деген көретін қандай күшті сериал бар? Сосын барлықтарыңызға қайырлы түн, ертеңге кездескенше. Аңсар, пожалуйста, кешеге қонақтар келіп қабет үй жұмысын істемедім. Пожалуйста, сенен көшіріп алайыншы. Менікі қате болса, екеуміздікі бірде болса, апа екеумізге де іш қояды ғой. Аңсар, сен қателеспейсің ғой. Жарайды, тура сен секілді көшірмеймін, өзім бір-екі ғана қате жіберемін. Жарайды ма? Рахмет. Шөме, сабаққа баратын уақытың болған жоқ па? Бармаймын. Қуасың ба, неге? Жарысқа дұрыстап дайындалуым керек. Нәтиже көрсетуім керек маған. Сабақшы, апай не дейді? Оны білмеймін, көре жатармыз. Кеттік тағы да бір спарринг. Бота, айтшы, Айдардікі дұрыс па? Шатасып кеттің деп қояды ғой. Әдейі істеп отыр ғой. Бота, айтшы, мұнағы дұрыс емес қой. Мен шашкада бір ақуды өзгерттім. Онда тұрған не бар? Көп нәрсе бар. Жігіттер, сендер кеше ойнаған дойбыны әлі талқылап жүрсіңдер ме? Иә. Жігіт емессіңдер ме? Ұят қой мыналарын қыз сияқты болмайтын нәрсені қазбалы. Енді сен сыныптың старысы болған соң? Жігіт деген қолын бір сілтеп ұмытып кетпеуші ма еді, ұзақ түйекке майдаланып ұрсып жүргендердің түрлеріне жараспайды ғой. Сосын менді ашытпаңдаршы. Мен жаттап отырмын ғой, көрмей тұрсыңдар ма? Той басқа жаққа бар жаттаңшы. Жаман айтты, я? Мат қойып кетті ғой. Пазор болып қалдық қаның қасында. Бүгін анау Дәуіт Омар келмеген шығар деймін. Қарға, үй тапсырмасы дайын ба? Бош тез айтшы, уақыт жоқ. Дана көшіріп жазып жатыр. Ақыры бос отыр екенсің. Бізге де жазып беріңдер, қазір 5 минуттан соң алып кетеміз. Ал балалар, жақында бізде сынақ емтиханы болады. Соған барлығын түгел қатысасыңдар. Ал егер қалыс қалып қойған бала, ол бәрібір тапсырады. Сол үшін қазірден дайындалыңдар.
Ал егер қалыс қалып қойған балалар, белгілі деңгейден төмен бал жинаған балалар, қатаң шара қолданамыз. Мектептен шығарып жіберуіміз мүмкін. Түсінікті ғой? Бізде енді сынақ емтиханына 20 күндей уақыт қалды. Жақсылап дайындалыңдар. Ертең өздерің өкініп қаласыңдар. Сәттілік сендерге. Жақсы. Ансар, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Осы сен математикаға қалай дайындаласың? Біреуін шығарсам, екіншісін шығара алмай қалам. Сұрайын деген маған да үйретші, емтиханға дайындалу керек болып жатыр. Менде мынау кітап бар, ішінде формулалар жазылған. Осыны оқып дайындалам. Кел бірге дайындалайық. Байғонов Шермомын бірде-бір сұраққа жауап бермеді. Емтиханға дайындалмау себебі бокстан жарысқа дайындалды. Әшімұлы Асқар 30 сұрақтың 8-іне жауап берді. Емтиханға дайындалмау себебі күні-түні теледидар көрді. Елубай Айдар 30 сұрақтың 14-іне жауап берді. Деңгейге 1 балл жетпеді. Дайындалмау себебі емтиханнан гөрі дойбыға көп көңіл бөлді. Апайсатқа шығып беруге бола ма? Қыдырәлі Дана 30 сұрақтың 1-еуіне ғана жауап берді. Дайындалмау себебі Instagram, TikTok блог түсірді. YouTube'дан сериал көрді. Бейсенбек Абылай 30 сұрақтың 3-еуіне жауап берді. Емтиханға дайындалмау себебі PlayStation ойнады, компьютер ойнады. Апай, маған тағы бір тест барған берес бардан бүлдіріп алдым. Би болсын Бибарыс 30 сұрақтың 4-еуіне жауап берді. Емтиханға дайындалмау себебі доп тепті, телефондағы ойындар ойнады, уақытын бос өткізді. Айдын қызы Бота 30 сұрақтың 26-сына жауап берді. 4 сұрақтан мүлт кетті, деңгейден асты, жақсы нәтиже. Қайратұлы Аңсар 30 сұрақтың 30-ына дұрыс жауап берді. Барлығы өзі дайындалған сұрақтар. Бос уақытын есеп шығарумен, кітап оқумен өткізді. Мен точно айқалдым. Бүкіл сұрақтың біреуіне де жауап бермедім. Сен ғана емес, бұл жақта ешкім жетіп тұрған жоқ. Меніңше бәріміз екі алдық. Жоқ, мен екі алман, мен 30 сұраққа да жауап бердім ғой. Немене, сен өз адамсың ба? Қарға десем, қарға екенсің. Данышпан қарға. Мен шамамен 4-5 сұрақтан қателестім. Ал мен ешқайсысына жауап бермедім. Менде ертең жарыс. Егер осы емтиханнан оң нәтиже көрсетпесем, директор мектептен шығасың деді. Қыздар, жігіттер, бәрімізге жақсы баға керек болса, менде бір идея бар. Бірақ ол үшін барлықтарының көмегін керек, әсіресе Аңсардың. Қандай идея? Идея бұлай. Мен мына тест бараған әдейі сұрап алдым. Өйткені бұл емтиханнан нұсқа болған жоқ, бәрімізге бірдей сұрақ келді. Қазір осының бәрімізге көшірмесін шығарып аламыз. Идея бұлай. Бірінші кезекте Бота апайға барып дана талып қалды дейсің.
Апай барлық заттарын тастап данаға жүгірген кезде Айбек екеуміз жан-жақты бақылап, іштегі тест парағын алып шығамыз. Апай данаға барғанда, Дана, сен өзіңнің актерлік шеберлігіңді іске қосып өтірік талып ойнайсың. Бетіңнен ұруы мүмкін, су шашу мүмкін, шыдайсың. Бірақ только скорый шақырамыз деген іздаған тұр, ато проблема болып кетіп. Апай Данадан кетіп бара жатқан кезде Айдар, Асқар, екеуің апайдың алдында коридорда төбелесесіңдер. Бірақ әрине өтірік, бірақ сендер төбелесіп үйреніп қалғансыңдар ғой. Апай Дана, Айдар, Асқармен әуре болып жатқанда мына жақта Аңсар өзінің тез жазу шеберлігін іске қосып, бәрімізге тест парағын өзіміздің атымыздан тез белгілеп отырады. Ато біз сенікіне белгілейміз дегенше таң атады, так что өзің жазғаның дұрыс. Егер де апай Айдар мен Асқар тез жатып келетін қалатын жағдай болған кезде ұзақ әрі қауіпті процеске көшеміз. Шөми, сен осыны істеуің керек. Сен апайдың алдынан шығып, ертең жарысқа баратынды ескертесің, және де қарсыласыңды қалай ұратынды көрсетіп, бір-екі приемдар көрсетіп, арасында енді амал жоқ апайды ұрғандай болып, апайдың тұмсығына соққы жұмсайсың. Жоқ, мен сізді үлгеретін шығармыз. Үлгермей жатқанымыз туралы ақпаратты Айбек беріп отырады. Мен де қарсым, мен мұндай жолмен көмектеспеймін. Жарайды, бірақ бізге Шөмейді мектептен шығарайын деп тұрды. Аңсар, пожалуйста. Жарайды. Мұрныңызға не болған? Жай еске соғып алғам ғой. Ойбу, абайламайсыз ба? Уайымдамаңыз, ағай, негізі. Мен бұдан да маңызды жаңалықпен кеп тұрған ем. Менің сыныбым барлығы дерлік жоғарғы бал жинапты. Тіпті оқымайтын Жермомының өзі 30 бал жинаған, сенесіз бе? Таң қалып тұрмын. Иә? Иә. Сіз оларды емтиханда жақсылап қадағаладыңыз ба? Иә, тіпті сыртқа да шығарған жоқпын. Онда жөн екен. Жермомын оған айтқам ғой. Егер емтиханды жақсылап тапсырмасаң, оқудан шығарам деп. Онда нәтиже көрсеткен. Айтпақшы, ертең оның жарысы болады. Иә. Оқушылармен бірге отырып, экраннан тамашалайық, е? Жарайды. Жақсы. Аха. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мама, мына менің досым Шөми ғой. Осы ма? Иә. Ұр. Қане? Ой, жарайсың. Мінекей, құрметті көрермен, осымен халықаралық жарыста 60 келі салмақ дәрежесінде Қазақстанның көк туын желбіретіп, Байқонов Жермомын жеңіске жетіп отыр. Жарайсың. Осылай ата, мектепте амал жоқ, осындай әрекетке бардық. Тентегім ай, айналайын шығармайтындарым жоқын ғой, а? Жарайды, мынауларыңды дұрыс деп айта алмаймын мен. Бірақ досың үшін осындай қадамға барған екенсің. Жарайсың, балам. Анам жақсылық жасасаң, жақсылық болып қайтады деген. Мен сыныптастарыма біраз жақсылық жасадым, оның бәрі жақсылықпен қайтады ма? Қайтады, балам. Олардан қайтпаса басқа жерден келеді. Жақсылықтың ең біріншісі Алланың разылығы үшін істеу керек жақсылықты. Ал сол жақсылыққа пайда көрем деп жасауға болмайды, балам. Түсіндің ғой, а? Түсіндім, ата. Ассаламалейкум, ақсақал. Алейкум ассалам. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам. Иә, бұл қай балдар бол? Менің атым Бейбарыс, күллі Мысыр даласын сұлтан болған Бейбарыс. Оппа. Менің атым Абылай, қазақ даласының атақты ханы, 300-дің басын қосқан Абылай хан. Оп, бәрекелді. Мені өстіп айтпайсыңдар ма? Бейік дегенде. Олар баста азан шақырып қойған аттарымда азауға неге намыстанасыңдар сен екеуің? Өткенде балдарына мастер-класс өткізген едім, соның нәтижесі ғой. Ата бізге көп ақыл айтты. Соның арқасынан жақсы жаққа өзгердік.
Ата, сізге рахмет, ағызда саған да рахмет. Бәрекелді. Ата, сізге дәрі кеп берейік па? Жоқ. Дәрінің керегі жоқ. Мені қараңдар, мен жалғып қалдым. Дәріге өзім бар алам. Кәл, бірге барайық, жүріңдер.